Пей воду АСУ, чтобы учиться лучше. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің атым Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен көшпелілер туралы түсінік жайында сөйлесетін боламыз. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Жұлдыз Бақытбекқызы. Сегодня мы с вами будем проходить понятие о кочевниках. Жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Новые слова, жаңа сөздер. Көшпелілер, кочевники. Өркениет, цивилизация. Мал шаруашылығы, скотоводство. Далалы, степной. Жартылай шөлейт, полупустыня. Шөл, пустыня. Ылғал, сырость, влага. Жабайы или же тағы, дикий. Соғыс, война. Жазба, рукопись. Зерттеушілер, исследователи. Әділ, честный, батыр, храбрый. Давайте повторим. Көшпелілер. Өркениет, мал шаруашылығы. Далалы, жартылай шөлейт. Шөл, ылғал. Жабайы, тағы. Соғыс, жазба. Зерттеушілер, әділ, батыр. Теперь давайте с новыми словами составим предложение. Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысқан. Кочевники занимались скотоводством. Зерттеушілердің құнды жазбалары сақталған. Сохранились ценные записи исследователей. Тауда жабайы аңдар кездеседі. В горах также встречаются дикие животные. Ол батыр адам. Он храбрый человек. Көшпелілер, кочевники. Мал шаруашылығымен айналысқан. То есть они занимались скотоводством. Әділ, батыр болған. Они были храбрыми и честными. Соғыс өнеріне жетік, ержүрек болған. Они овладели искусством войны. Ал енді оқушылар, келесі сөздердің антонимын табайық. Найдите антонимы. Көшпелілер. Да, отырықшылар. Өркениет, мәдениетсіздік. Көшіп, қонып. Отырықшы, көшіп, қонбай. Тіршілік ететін. Тіршілік етпейтін. Аймақтарда. Қала, ауыл ішінде. Далалы, таулы. Жартылай шөлейт. Шөлейт. Ылғал, құрғақ. Тамсана жазды. Тамсанбады, немесе тамсана жазбады. Жазбалары, оқулары. Жабайы, жабайы емес. Соғыс өнеріне жетік. Соғыс өнерін меңгермеген. Кері көзқарас. Оң көзқарас. Жоюды мақсат етті. Жоюды мақсат етпеді. Есімдік. Ребята, сегодня мы с вами будем проходить тему местоимения. Есімдік дегеніміз заттың атын, сынын, санын білдіретін сөздердің, яғни зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жүретін сөз табы. Что такое местоимение, ребята? Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их. Мағыналарына қарай, қазақ тілінде есімдік 7 түрге бөлінеді екен. Біріншісі жіктеу есімдігі. Как же на казахском языке делится местоимение? Первое – это у нас личные местоимения. Екіншісі
сілтеу есімдігі. Второе – это у нас указательное местоимение. Үшіншісі – сұрау есімдігі. И третье – это у нас вопросительное местоимение. Төртіншісі – өздік есімдігі. И четвертое – это у нас возвратные местоимения. Белгісіздік, неопределенное местоимение. Болымсыздық есімдігі, отрицательное местоимение. Жалпылау есімдігі, определительное местоимение. Есімдік мағынасына қарай жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі болып бөлінеді. Жалпы есімдіктің 7 түрі бар. Бүгін біз сіздермен 3 түрін өтетін боламыз. Ребята, как вы знаете, местоимение у нас делится на 7. Сегодня мы с вами будем говорить жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі – это у нас личные местоимения. Мысалы, мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Личные местоимения – это я, ты, вы, он или она, мы, вы, они. Сілтеу есімдігі – указательные местоимения. Бұл, сол, осы, анау, мынау және тағы басқа түрлері. Указательные местоимения – это у нас это, тот, здесь и так далее. Сұрау есімдігі. Сұрау есімдігі – это у нас вопросительные местоимения. Кім, не, қашан, қай, тағы басқа сұрау есімдіктері жатады екен. Вопросительные местоимения – это у нас кто, что, когда, как, сколько и так далее. Например, мен дәрігермін, я врач. Бұл біздің мектеп. Это наша школа. Сен кімсің? Ты кто? Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. На этом все. До встречи. Для активной работы мозга нужно пить 1,5 литра воды в день. Пей воду АСУ, чтобы учиться лучше.